Сіз Түркменстанның Қарақұм шөлінде 24-7 жанып тұратұғын табиғи газ кратері бар екенін білесіз бе? Ол халық арасында дозақ даруазасы деп айтылады. Оның тарихы 1971 жылға барып тақалады. Яғни, сол уақытта совет геологлары табиғи газ қазып алуда қатеге жол қойып, жер астында үлкен босылық пайда болды. Нәтижеде пайда болған кратерде газ топланып қалған. Оннан шығып атырғанларына зиян жеткермеуі үшін оны жағып жіберуге қарар етілген. Геологлар жалын бірнеше күн ішінде сөнуі керек деп ойлаған еді. Бірақ олай болмады. Ол соннан берлі анықрағы 50 жылдан бері өшкен жоқ. Кратердің диаметрі шамаменен 70 метр. Тереңлігі болса 30 метр. Ол әсіресе түнде жұлдызлы аспанның астында хақиқи қорқынышлы көрініс пайда етеді. Ол жерге туристер арнаулы рұқсатнама менен келеді. Аймақта қорғау тосқылары орнатылған. Түркменстан үкіметі бұл кратерді өшіру мәселесін бірнеше мәрте көтеріп шыққан. Соңғы мағлұматларға қарағанда, бұл отты өшіру процесі басланған, һәм 2023 жылға салыстырғанда 3 есеге азайған.